көрермендері. Бүгін бізде подкастымыз өте ерекше болмақ отыр. Өйткені бізге талантты жас бапкер келіп отыр. Оның есімі Захит. Ол бокстан осы Қазақстандағы бапкер болып келеді танымал. Захит, енді өзіңіз осы подкастқа қош келдіңіз. Алтын уақытыңызды бөліп бізге. Енді бүгін подкастымыз өте ерекше және қызықты болайын деп отыр. Сізден біраз ақпарат аламыз дегендей. Енді өзіңіз туралы жалпы көрермендерге айта кетсеңіз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздерді шақырғаныңыз үшін өте рахмет. Мен өзім туралы айтатын болсам, мен Захит Рахулла. Сіз қателеспесем Шымкент қаласында дүниеге келгенсіз. Шымкент Назарбаев Түркістан қаласында тұрады дейсіз. Шымкент қаласында бір рет өзіңіз боксқа қатысқансыз, жалпы сол жақта өскенсіз. Қазір осы Түркістанда бизнес аталғандағы спорт кешенінде бапкер деп естідім сізді. Мен жалпы айтатын болсам, мен 1980 жылы Шымкент қаласында туылғанмын. Сосын 2005-2007 жылдары мен футболға қызыққанмын. Сосын мен әкем осы боксқа қатыс деп мені қызықтырғанда, сосын мен қызығып осы чемпион болайын деп. Жалпы мен естуім бойынша әкеңіз боксер болған. Сондықтан сізді боксқа бергісі келді, және жаңағыдай қызықты деген сияқты ғой. Енді баласы қанша дегенмен боксер болғанда қалайды ғой әкесі. Солай естідім. Және де осы бизнес аталғандағы спорт кешенінде боксерсіз. Бокстан бапкерсіз. Боксер деп кешіріңіздер. Жалпы өзіңіз бокстан қанша жетістікке жеттіңіз осы уақытқа дейін? Енді бастаған кезімнен мен көп қиындықтарды көрдім да. Сосын жалпы Шымкент қаласында жарыстар болды, ол жерде бірінші, бір рет, екінші болып. Сосын үлкен жарыстарға шақырылдым. Сосын мен Қазақстан бойынша бір рет Алматыда, 2 рет Астанада, сосын 3 рет Шымкентте жарыс болды. Жарыстарға мен Құдайға шүкір, Аллаға шүкір өте мен неге жеттім. Және де сіздің естуім бойынша осы Олимпиада ойындарының жүлдегерісіз, және де Азия ойындарының чемпионысыз, естуім бойынша. Мен 2019 жыл Азия чемпионы болдым бір рет. Сосын 2018 жыл осы Азияда екінші орынды алдым. Өйткені ол кезде опыт жоқ еді, тәжірибе жоқ еді, осы үшін екінші орынды алдым. Жалпы Захит мырза, осы сізді шақырған себебіміз бүгін біз жастарға осы Казспорт каналында жалпы жастарды қарайды ғой енді, жалпы соларға бокс үйірмесіне қызығандар бар екен. Бізге көп айтты, сізді шақырыңыз деп, осы сіздің фанаттарыңыз дейді Қазақстанда, солар көп жазды ютубта. Сонда сізді осы подкастқа шақырып отырмыз. Енді сізге мен бір сұрағым бар, өте маңызды сұрақ. Жалпы қазіргі таңда жас балдарға үйретесіз жаңағыдай бокс. Енді қазіргі таңда жас балдарды қанша жастан қабылдайды? Жалпы бокс неше жастан бастаған дұрыс? Жалпы айтқанда әртүрлі ғой балдар. Кейбір балдар 8 жастан келе береді, кейбір балдарда жалпы қанша жас? Негізі примерно енді келу керек жас деген болады ғой. 10 жастан бастайды. 10 жастан бастайды, сосын жай біз өзіміз тренировка жасап, өзіміз қаласа. Биік шынында көріне беріңіздер, жас таланттарыңыз көбейе берсін. Осы бүгінгі подкастымызды соңғы сұрақпен аяқтай кетсек. Бұл соңғы сұрағым, мен осы қазіргі жастарға қандай ақыл кеңесіңіз бар? Жастар енді барымыз білеміз, жеңілу да бар. Яғни біріншіден сіздер жеңуді әрекет етіңдер. Бұл жеңу да жеңілу да бар Алладан. Сосын екіншіден ата-аналарыңызды тыңдаңдар. Спортқа қызығып, спортпен айналысыңдар көп. Яғни адамның денсаулығына, бар жағдайына, адамның жалпы өміріне пайдалы. Жалпы спортпен өмір сүріңдер. Өте көп рахмет. Бүгінгі осы подкастымызды осы соңғы сұрақпен аяқтай кеттік. Көрермендер, назарларыңызға көп рахмет. Захит мырза, сізде алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет сізге. Енді біздің бағдарламамызға келесіде жиі келіп тұрыңыз. Жаңа жаңалықтармен, жаңа ақпараттармен бізге көп келіп тұрасыз деген ойдамын. Сізге көп рахмет. Осымен подкастымызды аяқтайық көрермендер. Баршаңыз аманшылықта болыңыздар. Отбасыларыңыз аман болсын. Көрермендер, сіздерге де көп рахмет. Және де осы парақшаға тіркеліп, лайк басып, бізге комментарий жазып беруді ұмытпаңыздар. Қазақстан алға.